Көрме мынаның ішінде болып жатыр. Мына неше қатарлы здание? 4-5 қатарлы бола ма? Осының ішіне кіріп, көрмені аралаймыз. Шетінен бастап қарай берейік, сұрайық шал. Электромобиль Чишан дейді. Қанша дейді? 50 мың теңге ма? 50 мың теңге? Қанша? Жоқ, мы кереміз бізге. Рахмет. Ал, мына мотоцикл, көшті атым 50 мың теңге дейді. Басқа не бар? Мына жер кілең. Балға, балта. Кілең балғалар. Белбеулер жоқ. Андай құрылыс қон, строительный. Тайкында не бар? Кілең құрылыс қатар болып кетті, да? Мұнда не бар? Уақыттегі заттар кілең, да? Қанша деп тұр? 11 юан ба? 1 юан. 1,78 дейді. Қаншадан? Сен есіп жүрсің ғой? Мынаның жаңағын есептеп көріп едік, 114 теңге шығып тұр. Ішінде нешеу? 75% 80 дейді. 80 штук бар. 114 теңге, да? В общем, бізге керек емес заттар бұның ішіндегілер. Мынау не, мата? Да? Қытайдың маталары жақсы шығар. Солай ма? Бұның бағаларын жазбаған ба не? Бұл жерде сатушысы жоқ. Көрсететін адам жоқ. Не дейтін да? Тырнақтар ма? Қанша ол? Қанша дейді? Визитканы алшы, визитканы. QR-ға салсаң көрінеді. Бағаларын айта алмайды екен. Қазақша түсінбей жатыр, орысша да түсінбейді. Басып қойса, жақсы болар еді. Мына жерде де құрылыс материалдары. Бұл жер панерлер. Панер дейма не дейді мынаны? Мебель жасауға, да? Мебель жасауға. Бұл жерлер енді үлкен заводтардан шығарып жатқан зат бар. Қапшықтар бар екен. Қандай қапшық? Андай қапшықтар. Оның не салатын қапшықтар? Мүмкін зат салатын қапшықтар ғой. Секер, қапшық, мұндай қапшықтар ғой. Қанша дейді? Қанша? Қанша? Ал дейді? Білмей. Егер не бер, визитке бер. Түсінбейді ғой. Басқа не бар? Қызық ештеңе жоқ па, қызықтар? Қызық ештеңе көрмей жатып. Бұл жерде тоже пакеттер. Сумка ма, пакет? Сумка, андай қатты қарасы, иә, сумка. Бізге оқ дейтін зат көрінбей жатыр. Мүмкін базарына барамыз, сол жақтан көреміз. Қызық базарда сияқты ғой. Қызық базарда сияқты. Ойыншық па не мынау? Көрмей өтіп жатқан жер ондай жер. Үлкен техникалар ма? Техникалардың көрмесі. Мынандай заттар. Сұраса маталарды. Визиткілерін алайық та. Қанша дейді маталар? Бағаларын білемін. Қанша, не зат қанша?
16 20 bilmей қалдым. Шынар не орысша түсінбейді, не қазақша түсінбейді. Тұра бедірейіп қарап біздерге. Не сатып тұрсың? Кәмпит сатып тұрсың, мата сатып тұрсың ба? Не сатып тұрсың? Жейтін дейді. Ал, кім түсінбейді? Білмейді соны, түсініксіз. Қайсы? Қанша дейді? 16 юан? 16 юан деп көрсетіп отыр. 16-ны 6, неше 4-ке өтесіз? 64-ке. Қаншасында 64-ке өткенде? 1024. 1024 теңге. Метр ма? Метр болып тұр. Нормально ма? Бұтпа. Сол тұрған деп түсіндіріп отыр ғой. Сол тұрғаны ма? О, иттің тамақтары бұл. Иттің жануардың тамақтары. Мысықтың, иттің тамақтары деп түсіндіріп. Мынандай жабатындар ма? Столға жабатындар екен. Не бұл? Жалюздер ма? Столға жабатындар? Иә. Так. Иә, ал ол. Қанша ол? Бұл қаншадан? Бағалар қайда? Мыналар қанша? Қанша? Көрсетші қанша? Юан көрсет. Юан қанша? Неше юан? Жаз. Жаз көрсет. Үчіз жаз. Қанша бар? Мынау қанша мынау? Sıfır. 14 юан. Көйді 64-ке. 896 теңге. Үш па жоба ма? Иә. Сен бір тана неден алдырттың ғой сайттан? Ондай қатты немес сияқты, арзан емес сияқты. Жоқ, неде? Қытай емес. 活的便宜。 Сүрем ба?如果厚的就贵，薄的。 Қалың дейді, қалың. Қалың деп тұр. Неме? Алматыда бағаны салыстырғанда қалай қайын? Алматыда 1000 сияқты. Екесе. Бұл не? Грибоктер? О, қазақша білесіз бе? Әйтеуір бір адам бар екен қазақша. Не екен? Жоқ, бұл жаңғырғалақтар сатып тұрсыздар ма? Не сатып тұрсыздар? Не оны? Соны түсінбедім. Тамақ ретінде сатып тұрсыздар ма? Тағам ретінде? Тағам дейтін? Жеуге болады. Жеуге? Соған сатып тұрсыздар ма сіздер? Ұрығалар дейді ма? Мыналар не? Кітап оқитындар. Сабақ оқитын нелер, пассаптылар, парта сияқты нелер. Бұнда не бар? Теңге ма? 26 теңге? Теңге? Бұлда теңге? Мына юан? Тын деп қой 5000. Ал мына 5490-ға бөлші ал. Қанша юанна естіп тұрғанын көріп. $5490-ға бөлші. 60-тан естіп тұрғын. 60-тан көйт өресін. Мына не істейді, не заттында, не бар? Мынау дена қояды. Ой, қазақша білесіз бе? Жарқ етті ғой құлағымда. Мына не істейді, мына не? Дена қояды, мынау тасыма жоқын жозы. Не қояды? Тасыма. Тасма? Тасма дегенде? Кітап қарайды. Кітап қояды. Мыналарда кітап қояды. Не ерекшелігі бар енді? Тоқ жана ма? Мынаның не ерекшелігі? Сөйлей ма, дауыс шыға ма, не істейді? Дауыс шықпайды, дена қойған кезде мына жерге біраз дена керізіп шыққаныңызда қыз кетеді ғой. Сонан суытып тұрады. Вентилятор. Не ғой? Компьютер қоятын да? Не қояды? Ноутбук қоятын ба? Ноутбук? Мынау суытып тұруға? Мынада ондай жоқ. Мында ондай жоқ. Мына жерге отырып алып. Жерге отырып алып қарайтын. Сол жатып алып да, неде, кроватьта жатып алып. Қасынан қойып қойған, жатқанда. Солай ма? 也是可以调节啊，可以调节的高度和 көтеріледі, жайылады дейді. Отыруға ма? Отыруға. Ал түсінікті. Енді вентилятор ұрып тұр мұны. Адам бетіне. Жарық бар. Мынау керек зат екен негізі. Мынаның скидкасы бар ма? Биік болып көтеріледі да? Биік болып, аласы болып көтеріледі. Тіке болып. Жатып алып та бар ма? Жатып алып та? Жоқ, столға қоятын ғой, жерге.
예, түсінікті. Стол болатын болып тұр ғой. Түсінікті. рахмет. Ноутбук қоятын дейді. Түсінікті, жақсы. мынау не? Бұларды сатпайтындар жоқ ғой. мынау Не сатып тұрсыз? мынау не? ағаш. Мұндай материалдар ғой, Иә, түстері. мебель жасайтын. Иә. Осындай жасайтын, мебель жасайтын материалдар түсіндім болды. Рахмет. Так, мына кісі не сатып тұр? труба деген түсініксіз бізге. Мынау паркет па? Паркет? Сәлеметсіз ба? Паркет па? Пол ма не мынау? Sorry. Мындай ма? Мындай? Yes, like this. Иә, паркеттер екен. Осындайлар ғой да, осындай да. Қанша? It's the real. Иә. For this one, the thickness is 4 mm. Юан қанша? Yuan? Иә, қанша юан? The thickness is 4 mm, and the value. неше дейді? Юан. Oh, okay. неше юан? Юан. 37 юан. 60-ға өтесің. For 4 SQM. 2220 квадрат метр ғой. Квадрат метр, иә. түсінікті. May I know what's your Paket business? 2220. Түсінікті. Әйнек па? Әйнек етістір. қанша? Құмыра ма не мұның? Гүл салатын вазы ма бірдеме ғой? 这个是650间隔啊， қайсысын түсінеміз ал? не түсінеміз? түсінбей жатырмыз. Қазақша, орысша білесіз? 看这上面比较全面， Мындай 这是什么都有的，这个你看，这些都没带过来， осындай ыдыстар дейді. 这些都很多。 мынау қанша мысалға? мынау қанша? 这个是 Юан. 是院，Юан. Жаз. 院，乘一个65， 这样。 65-ге өтеді. Ал жаз. Неше? 650 теңге. мынау 650 теңге. Дұрыс, 64-65 қой негізінде. Мына жерде дөңгелектер. Қандай машина дөңгелектер? сұрашы, айтшы. Анау, екі сұрашы? Бізге керек зат болмағасын қызықтырмай жатыр ма? мына жерде қолғаптар. Қолақтары. Бұнда несін алып ойық? Визит көрсе? Визиткісін алып қылайық. Болады ғой да? Мына жер андай не газондар. ой, рахмет. Рахмет. Окей. Рахмет, молодец. рахмет. Өздеріңіздің заты реклама жасап жүріп жатыр ғой, көбейт. Не бар сіздерде? Осындай заттар жүр. Алдық, біз білмейміз. алдым, бар ғой. Бар. Бұл жердегі, мына не заттар, не істейтін заттар? машиностроительный компания дейді ғой. машиностроительный дейді. Так, бір нәрсе шығаратын заттар. Мұндай заттар шығарады ғой, да? Бұл мен мұндай нелер шығарасыздар, да? Так. тастар ма? Тас шығарады. Иә, қайда? Сіздер не сатасыздар? Бұны сатасыздар ма, мынаны сатасыздар ма? Оборудование сатасыздар ма? Түсінбей жатыр. Мына тасты шығаратын бізге мына видеосын көрсетті. Бұл ғой да? Мынау аппаратпенен мындай қылып тастарды шығарады екен. Бағасы қанша? Юан сколько? 25. Юан. Мында жаз? Мында жаз? жазып отыр. 600 мың юан. 600 мың юан. Ой.
65 кім 64 кім көреді 38 миллион 400 мың бұл неде бар ма визиткасын бердіңіз ғой бар ғой бұның ішінде да бұнда жоқ бұның ішінде бар ғой кітабы мына бұл қайсысы қараңызшы мына қоңыр қара кітап қой бұнда ма бұл бұнда ма бұл қайсысында қайда бұның ішінде бар ма 这个是沙子，然后水泥，还有那个石膏，然后还有那个。 бұл да так адрес қайда адрес 它里边没粉。 контактісі мынаның ішінде екен 经过蒸馏，还有 бұл 按那个 аппарат 加火嘛，然后它就变成那么轻聚气泡了。 осындай заттар шығарамыз деп жатыр жоқ па техника ма сау мына жерде брусчатка шығаратын аппарат бар екен если что брусчатка шығаратын аппарат мына труба шығаратындар контакт қайда контакт артында бар шығар контакт бұл да бұл неме винчат ватсап не бар анда тикток инстаграм қайда бұл қандай нең еді винчат не ол Здесь? на номерде бар. Номер. ватсап винчат Да. жақсы түсінікті не екен мына жақсы заттар бар ма екен түсініксіз болып кетті ма қайда кіргеніміз иә сондай мынау не дейді 5000-ға шығады 5500 килограммдап сатамыз дейді килограммды мынау весін өлшейсіз ба 5500 болады теңге болады бір одеял 5500 болады жоқ бұл килосы ма қалай жоқ қалай сатасыз мен аламын қалай бересіз мынаның тоннасымен сатамыз қазақстанға апарып береміз қазір 1 килограммы 23 болса сол жерге барғанда 24 юаннан килограммен аласыз 24 юан иә біреуі бұл біреу емес кілесі килограммен бұл неше килограмм мынау 2 килограмм же 2,5 килограмм шығады бәрі бүйтіп көтерген Это в общем примерно 4-5 мың болады. 4-5 мың теңге бола ма lan біреуі иә 5500 теңге болады барғанда 6000 теңге болады сосын қаншаны сатамыз соны қаншаны сатамыз сіздер сол жаққа барады бір талдан ба иә онда сіздер 6500 теңге сатсаңыздар болады бізге контакты бер онда визитка бер иә мінекей визитка неме қалай қарасаңыз маған электронный почта бар ма не бар мына жері мынау телефон номері WhatsApp па, WeChat па? мынау WeChat мына мен WeChatқа қоссаңыз да болады WeChat болмаса немен хабарласамыз емейл бар ма мына жер мен телефон шалсаңыз электронный почта бар ма мынау электронный почта ма осы жерге келгенде шекараға жақындағанда телефон шалсаңыздар болады мындай жайнамазда шығарасыздар иә жайнамазда мынау біреу 1 кілі 13 юан қараңыз егерде тоннасымен алсаңыз 12 юан түсіндім бізге қандай керек дейді дизайн беремін жасап бересіз ба сіздер бұйырсаңыздар мынаның иә ұзын қысқасын және қалың мен қысқасын бұйыртасыздар анау екі қаты ең ауыры да ең жылысы мыналар үлкендері де болады мысалы қара біздер сататын болсақ тек қана мынадан сатуымыз мүмкін мынаның бір түсінен ғана жібересіңдер ме бір түсінен керек осының жоқ бір тал емес түсінен тоннасымен жақсы тоннасынан ғой тек қана осы мынау емес мынау болады сол мынаудан бірдеме дейсіз мысалы мынаның мынадан 1000 штук керек деймін 1000 дана керек деймін бересіз ба анау бәрін салып жібересің болды жоқ мынадан ақ десеңіз мынадан 500 мынадан 600 десеңіз сол бойдан саласыз содан саласыздар иә оптың бағасын айттың ба мына бізге мынау тоннасымен есептедіңіз сол бір талынан килограммен көп еткенде сол қанша тонна болса килограммен есептейді алматыға доставка егерде мына жерден алдырсаңыздар алматыға барған үшін шекарадан өткен пұл және қатынас пұл кетеді ғой иә сол пұлды өзіміз шығарамыз барған соң 1 килограмға 1 юан қосамыз 1 юан қосасың шекара болмаса сіздер алып шығып жеткеншекте мынаның бағасы 2 есе біз мынаны жазғанда орысша қазақша жазсақ түсіне ме адамдар демек жазсаңыздар мынау кісі өзі телефонның ішінен бір ранжем бар да перевод қотарып алады телефонның ішінен қотарып аудармашы бар ма иә
Бұл завод па, сатушы ма, кім бұлар? Завод Точно ма? жасатады. Бұлар майда сатпайды, 1-2 рет. Заводтарға 1 тонна, 2 тоннадан апарып сатады. Жерде түркенікі байланыстары. Мынау чұққалары сол, мыналар кір болып кетпесін деп, өзіңіздер үлкен алдырсаңыз да болады. Мына сыртына жауып қойса болады, же жамылса да болады дегенде. Мынандай қалыңдары да бар. Анандай кішік балалар тұқыдағы бар. Анауындай кішік балалар. Түсінікті. Bu cin 2 sapı cin. Şamen 2 sapı bu cin. Fana böyle. Мынау түстерін бе өшіге жарып қойғандарың? Бұлар жерге қояды, мындай. Мақтаптың ішіндегі жерге, жауапса үйдің ішіндегі жерге. Нанта килограмм сондай ма? Килограмм сондай бағада ма бұл тоже? Үстіге төттім бай. Қара? Үстіге шачу. Мұндай, не бұл? Мұндай бұл. Кабыралан ба, кабыралан? Мынандай қатты. Кабыралан? Мынаған оп бақсы. Мына солардан кестір әкелді. Қанша дейді? Мынау 1500 теңге болады. Килограммы, я? Или біреусі осылай тұрғаны ма? Біреусі осылай тұрғаны. 1500 дей ма? Мынау 5 килограмм шығады емес пе? 2 қат, қалың ауыры. Сол үшін мынау 8000 бірдеме болады. Мынау осылай тұрғанымен 1500 теңге. Или 1 килограммы 1500 ма? Мынау 1 1 килограмм. килограмм шығады да мынадан? Килограммда өлшейтіні қызық екен. Сау болыңыз. Жақта не бар? Жақта сондай жаттар ма? Тек осының іші ма екен бұл ма? Осы олыпты тек қана, көрмеу іші де тек қана. Яқтарды көрейген де. Так, мына жерде тағы да мотоцикл. Қанша мотоциклдер? Нормально, мына үлкені ғой. Теңге мен қанша теңге? 80 000 теңге. 80 000 теңге? Тоқпен бұл? Тоқпен? Батарейка или? Батарейка. Переводчик болам ғой деймін. Мынау қайсысы? Мынау үлкендеу ғой, мынау қанша үлкен? Чай. Үлкені қанша? Тағы. 1800 yuan. 1800 юан? Сөйтіп тұр ма? Басқаны басқа айтып тұр ма? 15 мың. 60 kilometrге жетеді дейді. Қанша? 15 мыңға шықты да? 15 мыңға. 60 километрге жетеді да бір толық зарядкасы. Кішкентай 50 мың дейді. 50 мың? Кішкентай. Біз мына жерге кірдік пе, ана жақтан Жоқ, бастап? ар жақта. Ол да кішілеу 50 мың деді ғой. Мына жерде не бар? Жерде батарейкілер. Қызық емес бізге батарейкілер. Велосипед сататын жер жоқ па? Мына шөп шабатын, оратын, қыратын. Газон нететін бе, не істейтін ол? Ал ол шеш. Ана несін ал ол. Сіз бе ана жерде нететін? Түсіндіретін? Қазақ па, қазақ? Қазақсыз ба, қазақсы түсінесіз ба? Болды. Шөп қаратындар ғой? Мына жерде кілең манағы белге байлайтын, ұстайтын. Жерде қобдиша бар. Мына бұндай фрукты салатын бірдемелер өлшет. Фрукты салатын ұстар, ағашын ұстар. Мынау теңгеде 12.800 теңге. Не қымбат бұл? Мынау 6430 теңге. Қымбат па не? Мынау да 12.800 теңге. Жазып қой. Так. Қымбат көрініп тұр ма? Қымбат көрдім. Ал көрейік мына жақта. Мына жерде мінекей тамақтар не бар мұнда? Дәндер де. Дән. Ол өздері ма не істейтін? Егеді ма өздері? Қандай пайдалы организмде не істейді? Жесек не болады, жемесек не болады? Болады ғой андай бір ерекше бір дәм жаңағы Пайдасы ма? пайдалар. Витамин деген сияқты. Ондай жоқ па? Фестивс. Түсіндік. Болды, рахмет.
Mына жерде ыдыстар тұр ғой. Қанша? Теңге қанша теңге? Мен тыңдап отырмын. Инде 유도하면 가나. Видео. түсінбедім мен жазғанын. Калькулятор шығар. мына стакан. 这个是吧？这个是我的 міне тұр ғой қазақ бала. Қанша дейді? 8块8. 8? 8 нешеге өйтеміз? 65-ке ме? 64-пе? 520 теңге. Біреу ме? Бір данасы ма? Бір данасы 520 теңге? Кесеміз ба? Иә. А мына стакан, мына кесе? 这是8块5， 8块5。 8,5 дейді. 乘以65. 8,5. 550. 550 теңге. Бір түйір, иә? Бір данасы, иә? Қымбат емес пе? Қымбаттау сияқты, иә. Неге ондай? Әлде бұның ерекшелігі бар ма әлде? Реңін айтсаңыздар да болады. Бұның ерекшеліктері бар ма әлде? Неге ол? Неге қымбат сұрап тұрсыздар? Айтсаңызшы товарды мақтап. Бұл қалың ба, сынбай ма? Жерге тепсе де сынбай ма әлде? Қалай, балғамен ұрса да сынбайды, отқа жанбайды деген сияқты. Мына дара ма әлде набормен ба? Набормен. Ой, мыналар таныстырмайды ғой. Мұнда не бар? Жуатын заттар, да? Стиральный жуатын заттар. Не сондай бар, да? Цветная полиграфия и упаковка дейді. Сырты ғой, сырттары. Полиграфия и упаковка дейді. Упаковка жасайтын упаковка тек. Жақсы, ол түсіндік. Жерде қапшық сумкалар. Мынандайлар керек сияқты осындайлар. Ой, выпрямительдер ғой. Несін алып алшы ал? Бұлар оптим беретіндер ғой. Қызығымыз. Ой, экпромобиль. Тұратын инструменттер. Үйде тағы мотоциклдер. Жобасы белгілі ғой мотоцикл. Ана жерде спецовкалар бар екен мынандай. Мынау да манағы ыдыстар. Да. Коррект. Қазақша білетін бар ма мына жерде? Қазақша білетін. О, міне. Сіздерге не қажет? Көрсетіңізші, не зат? Не қаншадан не зат? Мыналар немелер? Мақтама, синтетика ма, не бар енді? Синтетика емес, жаңа хабалар, қазақ хабалар, оригиналдар. Бағасын? Бағасын айтып беріңіз. Калькулятор шығар? Қазақша айтып береді ғой. Немнеше? Бағасы болған кезде мынаның размеріне қарайсыздар. Иә, 2 адамдық, 1 адамдық дегендей. 1 адамдықтары 3,5-мнан, 2 адамдықтары 4,400-ден. 2 адамдығы 4,400. Ол оптың бағасын айтып жатсыз ба? Оптың бағасы. Орысша айтпаңыз, орысша қоспаңыз, біз қазақпыз ғой. Немене? Жаңа қазақ хабалар мыналар. Материалдарын қайдан ұстап қарауға болады? Андағылар 4,000-нан 4,400-ден. Қаншада? Размеріне қарайсыздар. Кішкентай размердер 3,5-мнан. Бұл жерде сатпаймыз әзір, кіргізбеген ауға. Күнде осы көрмей ме қайталанып отқан? Әлде әр күні әрқайсысы бәрі қысқы келе ме? Постоянно тұрсыздар ма? 3 күн бойы осы көрмей ме? 3 күн бойы. Осылар ма тұрған бәрі? Осылар. Бұлар оптан береді емес па? Қазір алам десе қайдан алады енді? Жоқ, тек көрсетіп отыр ғой. Ешетқа қосылар сенің соған. Сол жерден заказ бердіңіз. Қапшықтар. Шаяқ киімдер ғой. Рабочий шаяқ киімдер, иә. Одноразовый киім тұрайықшы. Одноразовый керек па? Одноразовый киімдер қанша мыналар? Юан қанша? 10 元。 Неше дейді? 65. Юан жаз, юан. Юань. 10 ба? 650 теңге. Болмайды. Қымбат па? Иә, аяқ киімдерді сұрайықшы. Мына аяқ киім қанша? Теңге. 10.000 теңге? Теңге. Теңге ме? 10.000 теңге ме? 10.000 теңге дейді. Мынау? Анау? Теңге? Бірдей шығар бәрі.
11 мың дейді. 11 мың теңге ма мынау? Так, мына жерде етіктерін сұрайық енді. Етіктері мынау. Керзіп етік па? Теңге. 8 мың 8 мың теңге. теңге дейді. Мынау. 10 мың. 10 мың теңге дейді. Ай. Қымбаттау екен. 8 мың 10 мың. Қымбаттау екен деймін, білмеймін қымбат па, арзан ба? Может. Көрермендер өздері айтар. Жерде кең скотчтар сатып жүр екен. Скотч па, жоқ, жат па? Жоқ, андай не ғой? Скотч қой міне. Битін. Мына өзің кесіп аласың мұндай размермен. Бұның да несін алшы, визиткасын алшы. Скотч шығаратын жауап. Контакт. WhatsApp бәрі бар ақы. Не сатып отыр мұнда? Ыдыстар ма? Одноразовый? Одноразкілер. Одноразовый ыдыстар. Анда кітапша салғансыз, бәрі бар екен ішінде. Қайсында? Так, мынаны алшы. Сұныш. Мандалы. İçinde сол заттар ма, ана? Одноразовый заттар ма? Мына жерде логистикалар дейді, карголар дейді. Мына жерде не бар, не қызмет бар? Үлкен нәрсе алсаңыз, үйге апарып беретін, кішкене нәрсе алсаңыз, бірақ беретін. Қазақстанға ма? Алматыға апарып бересіздер ма? Алматыға, Қазақстанға. Кішкентай үлкен зат дегенде қалай түсінуге болады? Андай мотор неңкелер үлкен заттар. Иә, соларды да апарып береді. Кішкентай зат болса не істеймін? Кішкене зат болса өздеріңіз әкетсеңіз болады. Үлкен заттарды жеткізуге мына жер логистика, иә? Түсінікті.